Ассаламуалейкум достар. Жер бетінде адам баласын таңдандыратын жаратылыстар көп. Солардың бірі жануарлардың ерекше түрлері. Бүгін біз көрсететін тізімдегі жануарлар мен жәндіктер, құстар әлі де толық зерттелмеген болып келеді. Ал енді Q-Life арнасы бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең ерекше жануарлар түрлерін ұсынады. Геренук. Қазір сіз көріп отырған жануар арнайы монтаждалып жасалған анимация емес, бұл шын өмірде бар. Геренук деген жануар. Ол Африкада тіршілік етеді. Өзіңіз де жақсы байқағаныңыздай, ол мойынның ұзындығымен ерекшеленеді. Геренук әлемдегі ең сирек кездесетін 10 жануардың бірі. Шын айтайын, осы бір жаратылысты көрген кезде өзім таң қалдым. Табиғатта шынымен де біз көрмеген жануарлар көп екен. Гримпотефтис деген 8 аяқ су түбінде тіршілік етеді. Оны табу үшін 5000 метрге дейінгі тереңдікке түсу керек екен. Сол үшін ғалымдар бұл мақұлық жайында көп нәрсе білмейді. Алайда ол қазіргі таңда зерттеліп жатыр, және ол ерекше 8 аяқ тұқымдасы болып саналады. Гуара. Қасқыр ең қорқынышты жыртқыш аңдардың бірі, бірақ гуара бір түрлі әрі көзге үйреншіксіз болып көрінетін қасқыр. Әсіресе аяқтарының ұзындығы адамның санасына әрең сияды. Ол аз болса, ол қасқырға емес, түлкіге ұқсайды, бірақ ол қасықты тұқымдастарына жатады. Алайда ең ерекшесі ол оның осындай әдемі ұзын аяқтары. Ангора қоян. Ангора қоян Түркияның астанасы Анкара қаласының есімімен аталанатын ең көне қояндардың бірі. Бұл сүйкімді жануарлар құлақтары және өздері түгелімен нағыз жұмсақ бұлтқа ұқсайды. Ол 18 ғасырда Францияның патшалық отбасыларында танымал жануарлар болған. Ал қазіргі таңда ол әлемдегі ең сүйкімді де ерекше жануарлардың тізіміне кіреді. Ягуарунди. Бұл бірнеше жануардың қосындысына ұқсас жаратылыстың түрі, мысық тұқымдастарына жатады. Денесі созыңқы, басы кішкентай ягуарундилар сусарлар тұқымдастар мен фоссаларға өте қатты ұқсайды. Жалпы оның мысықтардан айырмашылықтары өте үлкен. Мысалыға, олар мяулап шығаратын дыбысы стандартты емес. Олардың әдеттері де өзге мысықтарға ұқсамайды. Австралиялық жылан мойын тасбақасы. Мына тасбақаға қарап, оны жылан деп ойлап қалса да болады. Бұл австралиялық тасбақаның мойны ұзын болған соншалық оның қорғаныс қабығына, яғни өз үйшігіне қайта сала алмайды. Алайда олардың қауіпті жағдайда жағымсыз иісті сұйықтықты шығаратын құпия қаруы бар. Сондықтан оған жақындаудың қажеті жоқ. Қызғылт күрек балығы. Көптеген балықтардан айырмашылығы, бұл қызғылт күрек балық теңіз түбінде тура жүру үшін жүзбе қанаттарын пайдаланады. Ғалымдар бұл бір түрлі табиғат иесін ең алғаш Тасманияда, Австралияда жолықтырған. Әрине балық жүзе де алады, бірақ оған аяқтарымен жүру ыңғайлы. Китоглав. Бұл алып құс тұмсығының өзгешелігімен танылған. Сирек кездесетін бұл құстың тұмсығы өте үлкен, тіпті балықты сол тас тәрізді тұмсығымен өлтіреді. Мойны жіңішке болғанына қарамастан, бұл құсқа ауыр емес. Шынында айтсам, китоглав тірі қалған динозавр тәрізді. Ол ең ірі құстардың қатарына да кіреді. Су бұғысы. Бұл миниатюрды бұғы мұқият қарау барысында вампирге ұқсайды. Иә, жаратылысына шөптесінді қорек ететін жануарлар осындай тістердің болуы бір түрлі екен. Оның ұзындығы 8 сантиметрге дейін жетеді. Алаңдамаңыз, бұғы өте момын және осы уақытқа дейін адамдарға шабуыл жасаған жоқ. Бирмалық пұшық маймыл. Пұшық маймылдар 2010 жылы белгілі болған. Олар тек Бирмада мекендейді. Бұл маймыл сәтсіз мұрын отысынан шыққан тәрізді. Мұрындарының ерекше құрылысы себепті бұл маймылдар жаңбыр кезінде түшкіреді. 10 жыл бұрын ашылған маймылдың түрі әлі де дұрыс зерттелмеген. Себебі олардың саны аз және олар өздерін оңай ұстата қоймайды. Достар, видеомыз ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыз. Және пікір алаңына ойларыңызды жазып отырыңыз. Сізді қай жануар таң қалдырды? Мен барлық пікірлерді оқимын. Лайк және тіркелу ұмытпаңыз. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.